қасиет, табиғат тартқан құдірет. Қазақтың ұлы жазушысы кемеңгер Мұхтар Әуезов ұстаздық ұлыс деп айтқандай, ұстаздық болу үлкен абырой және басты борышым деп есептеймін. Бойыңа қуат, жүрегіңе жарық, жігер беріп өрге сүйрейтін де, жаныңа азық, өміріңе өзек боп төрге сүйрейтін де осы ұстаздық қасиет. Қазағымның, елімнің, жерімнің және ана тілінің мерейін өсіретін ұстаздық ұлағатсызда адал болуға болмайды іс. Физика пәнінің мұғалімі болу мен үшін үлкен бақыт әрі мақтан. Актыны пайдаланып, сабақ берудің, дәстүрлі оқытудың үлгісінің артықшылығы, яғни оны Конфуцийдің сөзімен жеткізер болсам, айтып берсең ұмытып қалармын, көрсетіп берсең есте сақтармын, өзіме жазсаң үйренемін деп айтқандай, қазіргі заман технология заманы болғандықтан кез келген сабақта білім алушыларға өзі жасатып, және де кез келген білім алушылар өздері жасап көрсе, естерінен қалады және өздері үйренеді деген ойдамын. Елбасымыз айтқандай, Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілде пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Яғни бұл үш тілде білім беру жүйесінде білімнің ресурстарын пайдалану өте тиімді. Соның ішінде виртуалды лабораториясы және ITS ресурстарын сабақты қорытындылау кезінде, сабақтың барысында, сабақтың соңында пайдалану өте тиімді. Және де үш тілде білім беру жүйесінде білім ресурстарын үш тілде пайдалануға болады. Білім медиа групп компаниясына алғыс білдіремін. Спасибо компании Blue Media Group. Knowledge Media Group. Thank you from our group from Kazakhstan, from Al Farabi National University. We was very happy to have more educate in your laboratories. Your laboratories was very individual. We never see like laboratories. Your educate was exclusive, like individual. It was very new for us. Thanks for a lot.